Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, бүгін біз етсіз тек қана гречканы қолданып өте дәмді котлет жасайтын боламыз. Неге суға қайнатылған гречка, қаймақ, жуа морковымыз болса жеткілікті болады. Жуаны осылай ұсақтап турап аламыз. Одан кейін сәбімізді осылай үккіштен өткізіп аламыз. Достар, қазақша контенттің дамуын қолдап, арнама тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Одан кейін осылай сұйық майымызды құйып қыздырып, тураған сәбізіміз бен пиязымызды қуырып аламыз. Неке достар, иісі өте керемет болып тұр. Осылай 5-10 минуттай қыздырып қуырып аламыз. Одан кейін гречкамызға қаймағымыз саламыз, одан кейін тұз саламыз, 2 жұмыртқамыз саламыз. Одан кейін бұрыс салып, қалаған дәмдеуіш специяларымызды қосып араластырамыз. Одан кейін қуырылған жуамызбен сәбімізді саламыз. Одан кейін осылай араластырып аламын. Одан кейін ұнға бұлғап, осылай формасын келтіріп, қызған майымызға саламыз. Әр шетінен 5-10 минуттай қуырып қыздырамыз. Неке достар, өте керемет болып шықты. Енді әдемі табағымызға түсіріп, үйдегілерге беретін боламыз. Назарларыңызға рахмет.